Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Еркош. Бүгінгі видеода бомж өмірінің 10-шы бөлімін түсіретін боламын. Достар, видео өте қызықты болып шықты. Мен дейтін өзімнің Южныйдағы 24 жетімді сатып, тағы да бір бизнес алған болатынмын. Енді барлығын осы видеода көре аласыңдар. Мен көп созбай видеоны бастаймын. Айтпақшы достар, видео бастамастан бұрын сендерге Думан Крымпы арнасын ұсынамын. Ол бала дейтін айфоннан качественный видеолар түсіреді. И ол айтпақшы алдындағы 53-ші серверге барған 6000 донатпен автокейс ашқан. Не түскені сендерге қызық болса, описаниядағы сілтемеге өтіп видеоны қарасаңдар болады. И ол скоро 54-ші серверге барады, ертең ашылатын серверге. И сол жақтан ол ханампар деп семья ашатын болады. Сол жақта донат жасап дамитын болады. Если что, описаниядағы сілтемеге обязательно өтіп сол видеоны қарап, сол балаға тіркеліп қойыңдар, тезірек 1000 подписчикке жеткізіп тастаңдар. Достар, менің Бусаевадағы домымды қазір мен сататын боламын 5 миллионға. Обмен жасайын деп жатырық. Ол дейтін копейка береді, плюс оплата 5 миллион рублей қосып беретін болады. Мінекей 5 миллион. Так, 5 миллион рублей. И все, достар, қазір қабылдайтын болады. И 5 миллионымызды аламыз, мінекей, все. Достар, өзімнің 24 жетімді қазір мен сататын боламын. Аукционға қоям. Ең бірінші қазір соңғы финкасын шешіп тастайық. 447 мыңды шешіп тастаймыз. Мінекей бір күнде әкелген табыс. Енді қазір смело аукционға қоя берсек болады. Мен бұл бизнесті 32 миллион 300 мыңға алдым. И қазір мен оны 36 миллионға сатайын деп жатырмын. Аукционға 35 миллионға қоям. И оны 36 миллионға перебететіп тастайтын болады. 400-500 финка. И мына жерге 35 миллион деп қоятын боламыз. Мінекей, все, ема. Бұл бизнесті мен дейтін 3 аптада ұстадым. Нормально прибыль алып келді. 10 миллионды алып келді. Общий финкасы. Енді 3 сағат күтетін боламыз. Достар, 3 сағат өтті. Енді ревард деп жазып қараймыз. Мінекей комиссиямен бізге 33 миллион 440 мың рублей түсті. Достар, семьядағы автопарктерді мен сатайын деп шештім. Маған срочно ақша керек болып жатыр бизнеске. Мінекей бұл F90-ды мен дейтін 7 миллион 300-ге алдым. Міне 7 миллионға сатып жатырмын. Фастым сатып жатырмын арзан бағада. Енді Бусаевдағы 24-те жетіні мен алатын боламын. Перебет етіп көретін боламын. 60 миллион тұрады. 65 миллионға ма, көреміз бұйырған. Достар, семьядағы соңғы автокөлікті мен госқа слит еткен болатымын. Сосын 1 миллион 427 мың алдым. Сосын мен қолымда 67 миллион 700 мың болды. Потом мен дейтін Бусаевада 24-те жетіні алам деп ойлап едім. 67 миллионға. Сосын мені 69 миллионға перебет етіп кетті. Менде ақша болмағаннан кейін басқа амалым жоқ болды. Сосын мен таксопарк гетті алайын деп шештім. Мінекей 60 миллионға ставканы тігіп қойдым. Енді 3 сағаттан кейін көретін боламыз. Достар, слеттің болуына аз қалды. Енді мені перебет етіп кетіпті. 62 миллион ставка тіккен. Мен қазір міне оны перебет етем. 63 миллион 700 мың қоямыз қазір. Все, қойдық. Енді қазір слет болуы қажет. Күтеміз достар. Енді бұл такси біздікі болатын шығар, мүмкін көреміз. Қазір ешкім перебет етпесе болды. Перебет етсе мен дейтін 2 миллионға тағы да оны перебет етем. Ақша жетіп тұр, менде 70 миллиондай бар. Қазір көреміз енді. Все, достар, бұл таксопаркты алдық. Міне лот уже продан деп тұр. Қазір бізге шығу керек, значок. Так, күтеміз достар. Қазір бизнес алдың деп шығу. Мінекей достар, все, алдық наш. Болды, еще мына жақта таксопаркқа квест орындау керек екен. Достар, бұл таксопарк біздікі. Достар, фамада көптеген өзгерістер болды. Міне Гарелден дом сатып алған болатымын семья үшін. И міне көріп автопарк тоже өзгерді. Крупный машиналар алдық. Мінекей Punch деген новыйдан шыққан машина. И міне Lexus X7 көлігі екеуі де спорт прошивкамен. Міне тағы да машиналар көріп тұрсыңдар. Скоро 10-шы слотқа машина алатын боламын. Осы семьяда барлығыңды күтетін боламын. Фамилияларың хан болса, сендерге екінші ранг тегін беретін боламын. Міне семьяда дейтін 53 адам бар тек. И бірақ зам бар семьяда. Если что, замға дейтін набор ашық, опытный.
и активный болсаңдар сендерге зам беретін боламын. 10-шы левелдан астам адамдарға. Если чо, мен ойында болам 73 деген мен симкама звондасаңдар болады, немесе осы домға келсеңдер болады. Мен немесе менің семьядағы балдарым қосатын болады.